Мен Алмаразбай мектебінің 8-ші сынып оқушысы Мырзатай Бекежан Лабиловыр байқауында кітапханашы мамандығын ала отырып, сіздерге сол мамандық бойынша мәліметтерді баяндайтын боламын. Біздің кітапханамызда әртүрлі жанрдағы мыңдаған кітаптар бар. Сонымен қатар электронды ресурстар, ғылыми мақалалар мен сирек кездесетін қолжазбаларға да қол жеткізе аласыз. Бұл жер тек кітап оқитын орын ғана емес, оқушылар мен зерттеушілер үшін таптырмас білім ордасы. Мұнда сабағыңа дайындалып, ғылыми жобалар жасай аласың. Кішкентайлар кітапты жақсы көріп өссе, болашағымыз жарқын болмақ. Осында келген әрбір оқырман өзін басқа әлемге енгендей сезінеді. Ал енді сұхбатымызды тамашалайық. Сәлеметсіз бе апай? Сіз осы салаға қалай келдіңіз? Және өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Саламатсың ба? Мен бұл салаға 10-шы класты бітіргеннен кейін, бізде 10-шы класс оқитынбыз, 10-шы класты бітіргеннен кейін өзім ең бірінші орыс тілінде Кикедон деген кітап оқыдым. Сол Кикедон қазақша болғанында сол оқып, содан қызығушылығым оянып, мен мектепте оқып жүрген кезде Ырысгүл деген апайымыз болмаса, Ырысгүл апайдың үгіт насихаты болып, бір шетінен өзіме кітап оқуға деген қызығушылығым артты. Сол себепті мен осы мамандықты таңдадым. Рахмет, осындай сөздермен бізді шабыттандырғаныңыз үшін. Осы жастарға қандай ақыл айтасыз сол жайында? Жастарға айтатын ақылым, тек кітап оқу адам баласының есте сақтау қабілетін күшті ұстайды. Кітап оқумен адамның ішкі жан дүниесі өзгереді. Рухани байлығы артады. Рахмет. Кітап алтын қазына, ал кітапхана оның алтын ордасы. Ешқашан кітап оқудан қашпаңыз, себебі білім ең үлкен күш.